Армысыздар, қадірменді отандастар. Халық еріккеннен алаңға шықпайды деп Роза Рымбаева Тоқаевқа қарсы шықты. Қазақстанның халық әртісі, әнші Роза Рымбаева Жаңаөзен қаңтар оқиғалары туралы ойын айтып, Тоқаевты шошытты. Роза Рымбаеваның айтуынша, Тоқаев барлық митингтерді Америка төлейді деп, халықты мал санап отыр. Одан гөрі өмірді дұрыстау керек деді. Сұмдық достар, Джакишев бұл сөздерді таңғалса да қолдады. Халқым, егер сізде келіссеңіз, осы видеоға лайк басып, арнамызға жазылып, комментарийге жазыңыздар. Ол мекеме тыңдамағаннан кейін басшылыққа барып айтады. Олар тыңдамаған соң алаңға шығады. Ол болмаған соң Астанаға келіп айтады. Сонда тыңдаушы үкімет қайда? Бәрін естіп, біліп отыр. Менде сондай сұрақ туындайды. Еріккеннен ешкім шықпайды. Әділетсіздік болған соң халық шығады. Ол жерде қарапайым еңбек адамдары шығып жатыр. Сол жерде жұмыс істеп жатқандар, сырттан келгендер емес дейді Рымбаева Тоқаевқа үндеуінде. Жаңаөзен, қаңтар оқиғасы. 2022 жылы 2 қаңтар күні Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында жүздеген адам сұйытылған газ бағасының 60 теңгеден бірден 120 теңгеге қымбаттауына қарсы наразылыққа шықты. Артынша наразылық Қазақстанның бірнеше қаласына ұласты. Ал 2011 жылдың 16 желтоқсан күні Жаңаөзен оқиғасы болды. Бұл Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында ереуілге шыққан жергілікті жұмысшылар мен құқық қорғау органдары қызметкерлері арасында болған қақтығыс. Бұл оқиғалар тәуелсіз Қазақстанның 30 жылдық тарихындағы ең қарқынды әрі қатал қақтығысқа айналды. Қазақстанды 30 жыл билеген Нұрсұлтан Назарбаев 2019 жылғы 19 наурызда өз еркімен отставкаға кететінін мәлімдеп, орнына Қасым-Жомарт Тоқаевты президент етіп қалдырғаннан кейін де билікке ықпалын жүргізіп отырды. Сол кезде елде Ақорда мен Назарбаев отырған кітапхананың қос билігі орнады деген әңгіме айтылатын. Бірақ 2022 жылдың басында кемінде 238 адам қаза тапқан қаңтар оқиғасы жағдайды өзгертті. Қазір зейнет жасына жеткен Өмір Шыныбекұлы қаңтар оқиғасы болған кезде Шымкенттегі мектептердің бірінде тарих пәнінен сабақ беріп жүрген. Ол сол уақытта 9 сыныптың Назарбаевқа арналған сабақтары дәл қаңтар айына тұспа-тұс келгенін айтады. Шыныбекұлы оқулықта Назарбаев теңдессіз тұлға екені жазылған, ал өмірдегі жағдай мүлде басқа еді деп еске алады. Бәлен жыл біздің қоғам керемет деп келген иллюзия бір-ақ сәтте тас-талқан болды. Сол күндері мектеп оқушылары да, біз де демалыста едік. 10 қаңтар шамасында сабақ басталды. Тура сол кезде 9 сыныпта Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның тұңғыш президенті деген сабақ өтті. Зерттеу сұрағы саяси көшбасшының мемлекет тарихының бетбұрыс кезеңдеріндегі рөлі қандай болды, дейді. Сабақтың мақсаты тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуындағы елбасының рөліне баға беру. Көшелер айрап-жайрап жатқанын көрдік. Шымкентте 60-70 мәшине өртенді. Әкімдіктің бірінші және екінші қабаттары зақымданды, көрме залы өртеніп кетті. Біз көргенді балалар да көріп отыр. Көшеден болмаса да интернеттен көріп отыр. Сол кезде не айтамыз деп, балалардан кәдімгідей қысылғанымыз бар. Оқулық көмекші ресурстың бірі. Ондайда мұғалімнің шешендігі мен өмірде көргені маңызды. Сол күндер оқушыларымның есінде ме, жоқ па білмеймін, әйтеуір жуып-шайып шықтық, қоғам болған соң ондай бола беретінін айттық дейді зейнеткер мұғалім. Назарбаев қаңтар оқиғасынан соң түрлі лауазымынан, елбасы мәртебесінен, кейін ел астанасындағы өзі отырған кітапхана ғимаратынан да айырылды. 2023 жылдан оның кеңсесі президент орталығы деп аталып, ел басшылары туралы дерек сақталатын мұрағатқа айналды. Назарбаев билік етіп тұрған шақта оның жеке басына табыну ескерткіш, көше, әуежай мен оқу орнының атауынан ғана емес, мектеп оқулықтарынан да көрініс тапқан еді. Ол туралы тақпақтар айтылып, шығармалар жазылатын, ал Қазақстан тарихы кітаптарында оның еңбегі туралы арнайы тараулар болды. Бұл кітаптар мазмұны Назарбаев биліктен түбегейлі кеткен соң өзгеріске ұшыраған. Биліктен кеткенімен кітапта қалған. Қазақстанда мектеп оқулықтары 5 жыл сайын жаңартылады. Сондықтан 2019 жылы басылып шыққан мектеп оқулығы 2024 жылға дейін қолданыста жүрді. Мұғалімдер ендігі нұсқасында бұл тарау болмайды деп күткен. Алайда 2024 жылы басылған оқулыққа да жеке параграф енгізілген. Атамұра баспасынан шыққан ескі оқулықтағы параграфта Назарбаевты саяси көшбасшы, елбасы, тұңғыш президент, әлемдік деңгейдегі аса көрнекті мемлекет қайраткері деп атаған. Ол тәуелсіздіктің бастапқы жылдарында жарқын болашаққа жол сілтеді деп басталады. Ал жаңа кітапта экс-президентті ұлықтайтын сөздер жоқ. Әйткенмен ол мемлекетті демократиялы қоғам қалыптастырып, ұлттық нарық экономикасын құруға бағыттады, ел сенімін оятты, жауапкершілігі мол жұмыстарды жүйелі бастап берді деп жазылған. Бұрынғы басылымда Назарбаев 1995 жылғы Конституцияның жобасын тікелей қолға алған. Соның негізінде азаматтардың еркіндіктері мен құқықтарының үстемдігі орнады. Мықты президенттік мемлекет қалыптасты дейді.
Алайда кейін Тоқаев бұл конституцияның суперпрезиденттікке жол бергенін айтып, референдум арқылы өзгертуге мұрындық болған еді. Табанды түрде талап еткен референдум. Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жылдары. 1995 жылдың наурызы. Құрамында бірнеше оппозициялық партия, тәуелсіз кәсіподақ өкілдері бар жоғарғы кеңес таратылған. Елде заң шығарушы орган жоқ. Қазақстан халықтары ассамблеясы кейін Қазақстан халқы ассамблеясы болып өзгерді деп аталған жаңа құрылған ұйым шұғыл жиын өткізіп, халық атынан сөйлеген Жезқазғаннан келген өкіл, сол кездегі Қазақмыс кәсіпорнының басшысы Темірлан Урумов Назарбаевтың президенттік өкілетін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы бастама көтере. Қазақстан халықтары ассамблеясы тұрақтылық пен ұлтаралық келісім нығайту мүддесін ескере отырып, президент билігі үшін күресте ел ішіне жүк түспеуі үшін әрі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа лайықты бәсекелес жоғын ескере отырып, республика президентінен жақын уақытта оның өкілетін 2000 жылдың желтоқсанына дейін ұзарту жөнінде референдум өткізуді табанды түрде өтінеді, деді Урумов. Залда бірінші қатарда отырған Назарбаев қуақылана жымиды. Қасындағы вице-президент Ерік Асанбаев тағы бір конституциялық мерзімге ұзарту керек дейсіз бе? Деп орысша сұрады, президентке бұрылып қазақшалап. Нұреке, сіз қалай қарайсыз? Деді. Нұрсұлтан Назарбаев, шешіңіздер, мен үндемеймін деп келіскендей сыңай танытты. 1995 жылғы 25 наурызда Назарбаев Қазақстан халықтары ассамблеясының табанды түрде өтінуімен өз өкілетін 2000 жылға дейін ұзарту жөнінде бүкіл халықтық референдум өткізу туралы жарлық шығарады. Ресми мәлімет бойынша 29 сәуірде өткен референдумға тізімдегі сайлаушылардың 91% қатысып, 95% Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзартуды қолдап дауыс берген. Екі кітапта Назарбаевтың Еуразия одағын құруға бастамашы болғаны, Қазақстан халқы ассамблеясын, сосын алдымен бір палаталы, кейін қос палаталы парламент құрғаны, Астананың пайда болуы, ел шекарасы толық айқындалуы сынды жұмыстар оның мемлекетке сіңірген еңбегі ретінде жазылған. Мектеп баспасынан шыққан тарих оқулықтарының да мазмұны жаңарған. Екі мақала негізінен ұқсас. Көп жері сөзбе сөз қайталанған. Мектептің 2019 жылғы оқулығында жоғарыда айтылғандай барлық ресми мәртебелері тізімделген және Назарбаевты ойшыл деп те атаған. Ал 2024 жылғы жаңа кітабында тек тұңғыш президент деп жазатын болған. Бұрынғы басылымда алдымен Назарбаев Қазақстанды әлемге танытқан саяси стратег деп айтылады. Ол Совет одағы саясаткерлерінің ішіндегі ең беделді адам, әлемдік деңгейдегі тұлғалар онымен санасқан деп сипатталады. Кейінгі нұсқада бұл тұсы жоқ. Әйтсе де тәуелсіз Қазақстанның тарихы, оның мемлекеттік институттарының қалыптасуы мен нығаюы, халықаралық сахнада танылуы, елдің әлеуметтік экономикалық жетістіктері, ұлттың рухани және мәдени қайта жаңғыруы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен байланысты деп жазған. Жаңа оқулықтағы ескі сарын. Өмір Шыныбекұлы екі кітаптағы мәтіндердің аздаған айырмашылығы бар, бірақ сарыны бір дейді. Баяғыдай ұлықтау, жеке басқа табыну қой. Елдегі барлық жетістікті бір адамның атымен байланыстырады. Совет заманында мектеп оқыдым. Иосиф Сталин билеген кезде де барлық жетістік соның атымен байланысты болған. Никита Хрущев жеке басына табынатын тұлғаға айналып үлгермеді. Ал одан кейін 18 жыл билікте отырған Леонид Брежнев сондай болды. Тың жерді де Брежнев игеріп жатты. Тарихтың сондай келеңсіздіктерін білеміз ғой. 2000 жылдардан кейін бізде де жеке басқа табыну белең алғанын ішіміз сезіп жүрдік, дейді зейнеткер мұғалім Өмір Шыныбекұлы. Мектеп бағдарламасына қарағанда 9 сынып оқушылары Назарбаев туралы тақырыпты 2 сабақта оқиды. Оқулықта бұрынғы президенттің саяси портреті қандай екенін жазу не айтуға, оның еңбектерінен үзінділер келтіріп, талдау жасауға тапсырмалар берілген. Қолданыстағы тәртіп бойынша бұл кітап шамамен 2029 жылға дейін пайдаланылады.